Қымбатты телекөрермендер, Тілектайым бағдарламасы тікелей эфирде өз шығарламан әрі қарай жалғайды. Бүгін біздің студиямызда қонақта Азамат Сатыбалды, танымал теле жүргізуші және кино театр актері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегері. Қош келдіңіз. Рахмет. Тобыл топырағына сіз бірінші рет келіп тұрған жоқсыз, өйткені біздің білуімізше сіз карьераңызды осы Тобыл топырағынан бастадыңыз ғой. Қостанай өңірі мен үшін менің екінші бір қалай айтсам болады, екінші туған жерім деп айта аламын. Өйткені мен бұл жерде актер ретінде дүниеге келгем. Ең бірінші өзімнің қадамымды осы Ілияс Омаров театрында бастағам. Және де осы Ілияс Омаров театрының ашылуына өзімнің бір септігімді, бір кішкентай ғана болса да үлесімді қосқан қазақтардың бірімін. Сондықтан мен өзімнің жеріме, өзімнің еліме келдім десем артық емес. Дұрыс айтасыз. Шәкәрім айтпақшы, бұлан бұрынғы әннен өзгерек дегенмен де сіздің де осы жолы келуіңіз бұрынғы келуіңізден өзгерек, сол емес пе? Мен былтыр өзімнің киномның премьерасымен келсем, биыл сүйіншілеп театрымның премьерасымен келіп тұрмын. Жаңа спектакль алып келдім. Осыдан 2 күн бұрын ғана Астанада бастадық гастрольді. Біздің жеке театрымыз, театр 28-дің, ол Астанада біз басқа спектакль қойдық. Бюхнердің Войцігін, сол 2 күн Астанада ойнадық. Енді Қостанайға арнайы осы 8 наурызға деп, көктем мерекесіне деп, арнайы Задорновтың «Күйеуіңізді сатыңызшы» деген әдемі комедиясын алып келдік. Бәрекелді. Жалпы жаңа театр ұжымы, қателеспесек, осы театр ұжымының қалыптасқанына да 1 жыл көлемі ма, қанша уақыт болды? 1 жылға жеткен жоқ. Біз былтыр мамыр айында шыққанбыз. Былтыр мамыр айында киноның премьерасынан кейін театрда ашып кеттік. Сонымен сол жұмыс істеп, осы бірінші қойған спектакліміз «Күйеуіңізді сатыңызшы» болатын. Одан кейін біз екінші спектакль осы қыста, желтоқсан айында жаңа Войцикті қойдық. Бюхнердің бұл енді театр, жеке театр болғаннан кейін, бұнда бұл театр нация сияқты, бұл тіпті сәл-сәл киноға келеді. Өйткені біз актерлардың барлығын тек сол спектакльге байланысты контракт бойынша алып, солай жұмыс істейтін боламыз. Синема 28 атауының мағынасы қалай екен? Көптеген осы атауға байланысты сұрақтар туындады. Көп сұрақ қойылды, көп туындайды. Қазір де достарымыз сұрайды, неге 28 деп, неге 7 емес деп. Негізі әрине ат қойған кезде көп ойланасың, өйткені қалай атасаң кемен солай жүзеді деген. Сондықтан да көп ат ойландық, бірақ ішінен осы 28 деген маған ұнады. Өйткені менің досым арнайы осы 28 туралы көп нәрсе жіберіпті. Өйткені 28 деген Құран 28 әріптен құралған, және де шығыста арабтарда 28 деген санда бір сиқыр бар екен. Қасиет емес, сиқыр дейді. Өздері түсінбейді. Бізден 7 деген сан қасиетті ғой. Ал бірақ сол шығыста 28-бен бір сиқыр бар екен, түсініксіз екен. Бір өзінің бір әлемі бар сан екен. Сол баяғыдан келе жатқан кино деген сиқыр ғой, өнер деген сиқыр ғой. Сондықтан да 28 деген атпен болсын деді. Көп деген әлемде театрлар бар, 5 деген театр бар, 15 деген театр бар. Сондықтан да сол синема 28, театр 28 деп ортақ шешімге келіп қойдық. Тамаша, шынында да астарына үңілгенде, терең үңілгенде астарының қаншалықты бай екендігі де байқауға болады. Сәттілік тілейміз әрқашанда. Мінекей жаңа айтып отырсыз ғой, кемені қалай атаса солай жүзеді деп. Өзіңіз бастаған осы кеме ұжымы әрқашанда биік белестерді бағындыра берсін, көрерменнің ілтипатына ие бола берсін деп тілек білдіреміз. Және де жалпы өзіңіз кино өнерінен де қаншама рөлдерді сомдадыңыз. Өзіңіздің жетекшілігіңізбен бір сүйін үшін туындысы да жарыққа шықты, және де бүкіл қалаларда көрсетілімі де өтті. Қостанай қаласына да келіп өзіңіз тұсауын кестіңіз. Жалпы болашақта тағы да осындай жобаларды қолға алу ойда бар ма? Біз қазір енді былтырғы жасаған еңбегіміздің жемісін мен халықпен бөлісу жылы деп алып, биыл мүмкіндігінше театрымызбен бүкіл Қазақстанды араласақ деп жатырмыз. Соны кеше Астанадан бастадық, қазір Қостанай, келесі айда біз Ақтөбе, Орал, Атырауға барамыз. Ары қарай біз 3 мемлекетке шақыртып алдық, сол жаққа барамыз. Ал екінші біздің киномыз ол ақсамайды, өйткені біз былтыр сол мамыр айында бірінші фильм шыққанда «Бір сен үшін» біз екінші сценарий жазуға кірісіп кеткенбіз. Сол 1 жылдың көлемінде біз сценарий жазып бітірдік енді соңғы ғана штрихтары қалды. Сол бітсе біз маусым айының басында 1 айға барлық жұмысты тоқтатып, сол жаңа киноның түсірілімін бастаймыз. Ол қандай бағытта болады? Әлі бітпе ме?
әрине жоқ, құпия емес, комедия емес ең бастысы. Өйткені қазір жеңіл кинолар қаптап кетті. Иә, мен комедия түсіре алмаймын. Өзі комедия маған қатты ұнамайды да, өзім комедия көрмейтін адамдардың бірімін. Сондықтан маған өзіме басқа жанрлар ұнайды. Біз көрерменді тек қана бірақ комедиямен ғана сусындата бермеуіміз керек. Комедия көрермендің көңілін көтергенмен де комедия көрермені тәрбиелемейді. Ал көрерменнің алдында талғамы биік көрерменнің алдында таңдау болу керек. Комедия ма, драма ма, триллер ма, детектив па, көрермен соны таңдап көру керек. Бір ғана нәрсені біз кешке дейін бір шай іше бермейміз, анда-санда суда ішеміз, шырында ішеміз, компотта ішеміз. Сол сияқты біздің келесі жанрымыз, бірінші жанрымыз мелодрама болса, екінші жанрымыз драма триллер болады. Өте бір актерлық құрымға қойылған, мүмкіндігінше сол киномен біз көрермендерге ұсынсақ та, ары қарай сол киномен біз шетелдің фестивальдарына шықсақ па деген ойымыз бар. Бәрекелді. Жалпы кино өнері мен театр өнерін бөліп қарауға бола ма? Өйткені көпшілік көрермендеріміздің арасында мынандай сөз бар. Қазіргі қазақ киносын көргенде актерларымыз театрдағы қалай ойнаса театрда, дәл сол қалпында шығады дейді. Яғни барлығы сезіліп тұрады, жасандылық сезіліп тұрады деген сөздерді көп естиміз. Сіздің пікіріңіз қандай бұл тұрғысында? Оған енді бір ешқандай қарсы дат ештеңе айта алмаймын. Өйткені ол енді актердің өздеріне байланысты, өзінің жұмысына деген ұқыптылығына байланысты. Актер жылына ар кетсе бір киноға, бір сериалға ғана түсу керек. Көп түспеу керек. Өйткені актер көп түсетін болса, актерда қалай айтсам болады, жасандылық пайда болады. Әрбір рольға деген өзінің көзқарасы болу керек, зерттеу керек рөлді шынайы өзінің киімі сияқты үстіне әбден өлшеп, пішіп барып қана көрерменге жеткізу керек. Ол енді актердің өзіне байланысты. Әрине мен көрем, көптеген сериалдарға түседі. Мен осы қанша жыл болды? Өтірік айтпасам бір 7-8 жылдың көлемі болды. Мен жылына бір үлкен киномен бір ғана сериалға түсем болды. Бір ғана үлкен жоба жүргізем эфирді. Басқаларының қанша маған десе, одан да миллиондаған ақша берсе де мен түспеймін, өйткені өзіме солай рамка қойғам. Мен оны Винсан Кассель деген ұлы актерден үйрендім. Өйткені Винсан Кассель әлі өмірде бір жылына бір-ақ киноға түседі. Бір жылда оған 260-тай предложение келеді екен, сценарийлар. Соның ішінен таңдап біреуін ғана түседі екен. Ол өзінің дайындығына байланысты. Әрине, ол жақтың қаражаты бөлек, бірақ десе де ондай актерлар ұзаққа барады. Рөлі аз болады, бірақ аз болса да саз болады. Сондықтан да ол актердің өзіне байланысты. Театрда қалай жұмыс істесе, ол театр мен киноның арасында айырма бар сәл-сәл. Сен театрда басқаша ойнайсың, сен театрда көрерменге ойнайсың. Көрермен алдында тұрады, көрерменге сен энергияңмен жеткізуің керек барлығын. Ал кинода көрермен жоқ, кинода сенің көрерменің камера болады. Сол камераның ішіне сиятындай бейнеде сен ойнауың керек. Және де сол энергетикаң барлығы, жаңа образды көруің, образды зерттеуің, соның барлығы камера арқылы көрерменге жету керек. Екі түрлі, сондықтан да оның ара жігін ажыратып алған ғана актер өзін судағы балықтай сезінеді. Дұрыс айтасыз. Жалпы бір жылға енді ғана жетейін деп жатыр, театрдың құрылғанына. Қанша қойылым бар репертуарларыңызда, және де актерларды шақырумен жаңағы қойылымға байланысты шақыртамыз дейміз. Болашақта аймақтық театрлардың актерларын тарту ойда бар ма? Әрине, жалпы жеке театр ашудың өзінің бір мақсатта осы болды менде. Өйткені мен үнемі Әуезов театрында жұмыс істеймін. Әуезов театрының ғана актерларымен ғана ойнаймын. Мысалы, мен енді ауқымым кең, көп театрларда бола алмаған көп актерлар ұнайды. Солармен бір иық тірестіріп жұмыс істегім келді. Бірінші осы күйеуіңіз сатыңыз шыға, мен мысалы Тюз Ғабит Мүсірепов театрынан Жанар Мақашеваны шақырдым. Жанар Мақашева өте тамаша актриса. Ал Войцек спектакльда мен Қарағандыдан Дина Заитова деген актрисаны шақырдым. Дина Заитовамен бірге ойнадық екеуміз. Данияр Базар клубты, кинодан Нұржан деген жігітті, Аса Мажитті шақырдым. Сол өнерде жүрген өте бір тамаша актерларды сол рольға кастинг жасау арқылы шақырып бірге жұмыс істедік. Енді жас театрға бір жыл болған жоқ, 2 спектакль қою жалпы көп. Өйткені біздің жалпы басында театрда ашқандағы мақсатымыз жылына 1 спектакль болады. Өйткені біз мемлекет қаржыландырмайды, біздің өзіміздің жеке қаржымызбен қойылатын спектакльдер. Одан кейін ол спектакльдің барлығы ерекше болу керек. Кеше мысалы біз Войцекті Астанаға қойдық. Бұл тарихта бірінші рет қазақ театрының сахнасында жаңбыр жауды, және де сахнада бассейн болды. Ол өте қиын спектакль. Оның құрылымы қиын, қаражатта қиын, бірақ қиын болса да қиыстырып мен мүмкіндігінше неге біздің қазақ театрында жаңбыр жоқ?
неге қазақтың сахнасында бассейн, су жоқ, неге актерлар суға шомылмайды деген мақсатпен мен көп зерттеп, біз режиссер Дина Жұмабаймен келісе отыра, әрине қиын болды. Өткені ол сахнада бассейн жаса, ол суды кетуі, судың келуі, жаңбырдың жауы, оны қалай жібересің, су қалай кетеді, оның барлығын технологияны зерттедік, бірақ ол әлемде бар дүние, бірақ Қазақстанда жоқ. Соның барлығы мүмкіндігінше санамыздан өткізіп, түйсігімізден түйіп, келісіп жасадық. Өте тамаша, барлығы айтып жатыр. Кешеде мысалы Астанада көптеген блогерларымыз бар, сыншыларымыз бар. Өмірімде бірінші рет қазақ сахнасында театрда жаңбырдың жауғанын бассейнде көрдім деп. Оны біз жасадық. Оны мемлекеттік театрлар жасауға мүмкіндіктері бар, бірақ ешкім қол салған жоқ, қорықты ма. Бірақ біз енді частный театр болғаннан кейін ойланбастан сол эффектіні көрерменге көрсетуге тырыстық. Дәл осындай бағытта бізге жылына бір спектакль болса жетеді. Әрине, осылай елнеке жерлерді аралап, ел мекендер аралап көрсеткеннің өзінде тамаша. Көрерменнің өзі астығы классқа бөленіп жатыр. Және сіздерге деген бағасында кеше әлеуметтік желілерде оқып отырмын. Жаңа өзіңіз айтқан сөзде мен оқыдым. Кеше мынандай жаңашылдық болды дейді да, театр сахнасында ең бірінші рет жаңбыр мен су дегенді бірінші рет оқып, мен де мәз болып қалдым. Шыны керек. Жаңашылдықтарыңыз осындай көп болсын. Рахмет. Шынында да ел көрмеген нәрселерді сахнаға алып шығу, ол режиссердің болсын, актердің шеберлігі, ең басты жаңашылдықтан қорықпау керек. Жалпы біз ол спектакльден Қостанайға алып келеміз болашақта. Енді қазір біз мерекеде адамның көңілін түсіріп ойландырмайық деп жаңа комедия алып келдік. Келесі жол мүмкін қолдан келіп жатса Войцекті әкеліп көрсетерміз. Күтетін боламыз. Жаңбырды да Қостанайға. Күтетін боламыз. Жаңбырды өзі Қостанай жаңбырлы біздің. Жаңбырды бізге алып келсеңіздер өте керемет болады. Сондай-ақ енді Мұхтар Әуезов атындағы Қара шаңырақпен қарым-қатынасыңыз қандай? Бүгінде отау ішінен отау тіккендей көзқарас қалыптасқан жоқ бұл жақта? Жоқ, мен енді жалпы театрдан Әуезовтен кеткен жоқпын. Мен сол Әуезовте жұмыс істеймін. Театрда ол менің киелі сахнам, ол менің үйім екінші. Сондықтан да мен өзегіммен еш уақыт ажырамаймын. Егер театрдан мені қуып тепкілеп шығарып жүрмесе, мен өзім еш уақыт кетпеймін Әуезов театрынан. Және де Әуезов театрында менің көптеген рөлдерім бар, әлі күнге дейін ойнап жүрмін. Бірақ бұл менің жеке өзімнің азаматтық көзқарасым. Мен бір жас мөлшеріне келгеннен кейін көп нәрсе сахнадан үйрендім, көп нәрсе көрдім. Енді мемлекеттік театрдың идеологиясы басқа болады. Көптеген айта алмайтын нәрселеріңді сен көптеген айтатын нәрсеңді сахнадан айта алмайсың. Ойында жүрген спектакльді сен сахнаға қоя алмайсың. Өйткені сен тәуелдісің, сен актерсың, саған беріледі рөл, сен сол рөлді ойнайсың. Ал мына жерде менің жеке театрым болғаннан кейін мен өзім қалаған пьесаны аламын, қалаған режиссерді шақыра аламын, қалаған актеріммен жеке сахнада мен ойнай аламын. Сол үшін мен арнайы өзім жеке театр аштым. Одан кейін Әуезов театры мен Ғабит Мүсірепов театрына кіре алмай жүрген, жолы болмаған қаншама талантты актер бар. Солармен жұмыс істеу барысында мен осы театр ашып отырмын. Бұл әрине өте керек нәрсе. Жалпы Тұңғышбай ағамыз айтқан, елде түрме көбейгеннен гөрі театр көбейсін деп. Театрдың артығы жоқ деп ойлаймын. Өйткені қазақта мақал бар, аңшының жолы бір болғанмен де ырзығы бөлек дейді. Сондықтан да біздің жеке өзіміздің театрымыз ешкім ренжіген жоқ. Қайта құптап Асанәлі ағалар келіп батасын берді. Асанәлі ағалар, Тұңғышбай ағалар барлығы келіп өздерінің батасын беріп, ниеттерін білдіріп, ақ жол тіледі. Ақ батасын алған екенсіз? Әрине. Алматыдан арнайы мен ақ батасын алдым, спектакльді қойып, тұсауын кестіріп, кеше Астанаға барып, Астана жұртшылығына көрсеттім. Ол жақтың батасын алып, енді қазір Қостанайға ары қарай бүкіл Қазақстан аралап шығамыз. Тобыл топырағының көрермендері де жоғары бағасын береді деген сенімдеміз. Өйткені сіздердің тәжірибелеріңіз, сіздің актерлық шеберлігіңіз барлығы да көрерменге көгілдір экран арқылы таныс ең бастысы. Генерал болғысы келмейтін солдат емес дейді. Сізді мінекей өзі қазақ театр қойылымындағы ең басты рөлдердің бірі Абай рөлі. Сіз Абай рөлін сомдадыңыз? Сомдадым, бірақ енді Абай рөлі мен үшін бір шоқтығы биік рөлдердің бірі деп айта алмаймын. Өйткені Абай деген ғұлама, Абай деген дария ғой, біз соның түбіне өңілу. Оның үстіне мен өзім жалпы өзіме қатты баға бергенді жақсы көрем, баға бергенде сынмен қарағанды жақсы көрем өзіме. Сондықтан да менің шықпаған, ашылмай қалған рөлдерімнің бірі Абай. Өйткені мен Абайды 31 жасында ойнадым. Ал ғұлама Абайды сондай үлкен Әуезовтың терең пьесасын 31 жасында ойнаған актер жоқ негізі. Ыдырыс ағаларымыздың барлығы 35-інде, кейін актерлардың барлығы 40-та, 40-тан кейін ойнаған. Оған актер өзі дүниетанымымен, жасымен бір көктемгі көкөзек жеміс сияқты пісіп
жетілу керек. Ал маған Есмұхан аға алдыдағы менен көптеген рөлдерде ойнағаннан кейін саған переход болу керек деп Абайды берді. Өте қиындау болды, шындығы керек. Қатты қиналып қалдым, бір мініс бермеді. Әлі күнге дейін мініс бермей келе жатыр. Мені ол үшін көрермен емес. Не жетпейді сонда? Сыншылар сынады да. Менің жас мөлшерім жетіспейді. Мен өйткені жаспын. Ал Абай 60-қа жақындап қалған, сол трагедиясын көрген, бірінен соң бір баласынан айырылған, көппен жалғыз алысқан, философ Абайды сахнада құлаш-құлаш монологтарды Абайдың кейпінде жеткізу өте қиын, өте қиын. Сондықтан да бұл, мен ойлаймын, көш жүрет үзіледі, әлі мен енді Абайға жақындап келе жатырмын. Мүмкін 1-2 жылдан кейін рөлімді толық меңгеріп зерттеймін деп. Жалпы өз мінезіңізді қалай бағалайсыз? Жаңа жоғарыда өз-өзіме сынмен қараймын дедіңіз. Ал мінезіңізді қалай бағалайсыз? Әрине, ол актер болғаннан кейін жалпы мен өзімді бір өте бір жұмсақ, бір мақпалдай мінезім, жібектей мінезім деп айта алмаймын. Менің мінезім бар өзімнің. Кейде бір рамкаға сыймай кетем, кейде айтатын жерде айтып жіберем. Өзімнің бір қитұрғы бір өз-өзіме ұнамайтын мінездерім бар, бірақ енді ол мінез маған туа біткен, оны мен өмір бақи өтем, ол мінезбен мен сол өлетін шығармын. Бірақ мүмкіндігінше сол мінезімді басуға тырысам, мүмкіндігінше ортаға көрсетпеуге тырысам, бірақ кейде шығып кетеді. Жалпы өнер адамы, актер, ол мінезді болу керек. Мінезді адамнан сондай мінезді образдар шығады. Бәрекелді. Жалпы соңдарыңыздан еріп келатқан әнілеріңізге, осы театр өнеріне келем дейтін әні қарындастарыңызға қандай кеңес бересіз? Өзіңіздің жүріп өткен тәжірибеңіз арқылы. Өте қиын, өнер жолы ауыр деп айтады, оның барлығы тек қана мынау еріннің ұшымен ғана жетіп жатады. Негізі шынымен де өнер жолы ауыр екенін көп адамдар біле бермейді. Өте ауыр, ат шаба ма, бап шаба ма, жоқ әлі бақ шаба ма дейді. Өнерде кәдуілгі басқа бір кәсіптегідей ортан қол болып жүре беруге болмайды. Сен өнерге келдің ба, актер болдың ба, не бар болу керек, не жоқ болу керек, не шоқ болу керек, не жоқ болу керек. Сіздің әкеңіздің берген батасы осындай? Менің әкемнің берген батасы осындай. Сондықтан да өнерде, сондықтан да сен алдың қатарда, алдыңғы ондықта, алдыңғы лифте шабуың керек. Ал енді соңында қалып шаң жұтуға өнерде болмайды. Сол үшін өнерге келгенде сан ойлану керек. Сан ойланып, сен сол тобырдың болмаса сол аламаның алдыңғы тобында шабаласың ба, соған күш жігерің жете ме, қажа қайратың жете ме, сен талантың соған жеткілікті ме, өзіңді әбден електен өткізіп барып, ойланып барып, егер соған сенімді болсаң, және мынау жүрегіңнің кеудеңде от болатын болса, жалын болатын болса, онда өнерге келу керек. Ал егер кеудеңде жалын жоқ болатын болса, өнерге келудің қажеті жоқ, өйткені өнер өте қиын. Ең бастысы кәсібіңді сүю керек. Әкеңіздің сенімін ақтадым деп ойлайсыз ба? Жоқ, әлі ақтаған жоқ, бірақ сол ақтау жолындамын. Мен енді мүмкіндігінше қандай еңбек етсем де сол ақтауға тырысамын. Мен Әуезов театрында ең жас еңбек сіңірген қайраткер деген атақталдым. Менің возрастымда 34 жасында ешкім ондай атақ алмаған. Маған бірінші келді. Сонда театрдың барлығы ойладым, қандай мынау ең жас актер. Менің сол жеткен жетістіктерімнің барлығы түгелімен мен әкем артылады. Жасап атқан рөлдарымда, қоғамдағы жасап атқан істерімде, ашып жатқан театрымда, киноларымда барлығы түгелімен мен әкеме арнаймын. Өйткені әкем әрине әрдайым бағалап отырады, қадағалап отырады. Мен сол әкемнің кезіндегі сол бір ауыз сөзін жерге тастамай, әкемнің сенімін ақтағым келеді. Бәрекелді. Жалпы отандық кино өніміне қайта оралатын болсақ, қандай кинофильмдерді жоғары бағалайсыз? Отандық өнімде ұнаған фильм бар ма жалпы? Әрине өте көп. Мен Ақан Сатаевтың киноларын жоғары бағалаймын. Сатыбалды Нарымбетовтің киносын, соңғы Аманат деген киносын мен ойлаймын, әрбір қазақ көріп шығу керек. Әрбір қазақ көріп шығу керек. Аманат өте керемет фильм. Аханның кинолары өте тамаша. Және де комедиялардан соңғы кезде түсіріп жатқан Асқар Ұзабаев болсын, Асқар Бейсенбин болсын, олардың барлығының өзінің почеркі бар. Бізде шынымен де комедия түсіруіміз керек. Әрбір жанрда кинолар болу керек. Көрерменнің алдында үлкен таңдау тұру керек. Көрермен өзіне ұнаған жанрын таңдап көру керек. Сол үшін біздің қазіргі киноиндустрия өте қарқынды дамып келе жатыр. Біз көп сынауға болмайды. Кезінде кино жоқ кезде біз айттық, ойбай, неге қазақтың сериалы жоқ, неге қазақтың киносы жоқ деп. Енді бәрі жаңбырдан кейінгі жаңа жауқазын сияқты қаптаған кезде неге қазақтың киносы көп, неге қазақтың киносы көбейіп кетті, бәрі бір-біріне ұқсайды деп сынай бастаймыз. Сондықтан да әлі сынауға ерте.
неше. Өйткені еңбектеген балаға сен неге жүгірмейсің деп оның талабын тасқа қашау болмайды. Өйткені біз енді ғана біз дамып келе жатырмыз. Сан көбейген сайын сапа көбейеді, бәсеке көбейеді. Өйткені қазір қаншама бір жылда 18 кино түсіру деген қазақ фильмінен тыс. Ол жетістік емес пе? Мысалы, әрбір режиссер енді бір-бірімен бәсекелесетін болады. Жақсы жағын түсіретін болады. Жақсы актерлар шыңдалатын болады. Оның барлығы өте дұрыс нәрсе. Мен оң көзбен қараймын. Кез келген нәрсе оң көзбен қараймын. Өйткені ең бастысы басталды. Жоқ кезде де өмір сүргенбіз. Қазақ фильмінде бір-екі кино шығып, сол қазақ фильмге телміріп, қарап отыратын кездеріміз болған. Кино жоқ. Содан кейін мына Ахан Сатаев бастады коммерциялық киноның басын. Баян Алагөзова, Баян Мақсатқызы қоштады. Солардан біз үйрендік. Қазір Құдайға шүкір, қазақтың киносы өте көп, сондықтан да мүмкіндігінше соны бағалауымыз керек. Өзімізді көруіміз керек, өзіміздің киноларды көбірек көруіміз керек. Дегенмен де жайдарманнан шыққан, көңілді тапқырлар клубынан шыққан жігіттер бүгінде киноны жетілдіріп келе жатыр да. Ойламайсыз ба, жеңіл кинолар қаптап кетті. Көрерменге ой салатыннан гөрі жай ақша тапсақ, өз бюджетімізді байытсақ дейтін кинолар көп болып кеткен жоқ па? Әрине, онда кинолар көп, ол коммерциялық бағытта ғой. Коммерциялық бағытта көрермен өзі талғау керек. Көрермен сол көру арқылы талғам өсу керек. Егер біз көрерменге сол жақсы кино мен жаман киноны ұсынсақ, көрермен жаман киноны көру арқылы, жеңіл киноны көру арқылы салмақтық киноның қадірін біледі. Жақсы киноның қадірін білетін болады. Ол үшін көрерменнің алдында болу керек, ұсыну керек біз. Қазір түсіріп жатқан жеңіл кинолардың барлығы өз орында деп ойлаймын. Өйткені соны көрермен көреді де, мына жеңіл кино күн келесі жолы ол киноға бармайтын болады. Ал енді онда кино болмаса салыстырмалы түрде көрермен түсінбей қалады. Қайсы жақсы, қайсы жаман, қайсысы биік, қайсысы төмен, қайсысы тұлпар, қайсысы жаман екен. Сондықтан да көрерменнің алдында талғам болу керек. Мен КВНнен шыққан жігіттердің мынау албырттығына, батырлығына ризамын. Олар тек қайтпай түсіреді, бірақ оларды мен өзім актер ретінде актер деп қабылдамаймын. Актер деп мойындамаймын. Не істесе де өзі әр саланың өз маманы істеген дұрыс емес пе? Әрине, торғай сойса да қасапшы сойсын дейді. Соны айтамын. Жалпы мүмкін заң қабылдау керек шығар. Өйткені бұлайынан әркім білгенсіз деп мен түсіремін екен, ақша табамын деп кино түсіре беретін болса, кино өнерінің қадірін кетіріп болмаймыз ба? Жоқ, бұл жерде заң керек емес, біз заңмен шектей алмаймыз. Бұл жерде көрерменнің өзінің талғамы болу керек. Көрермен түсіну керек. Кімнің қолынан шығып тұрған, шебердің қолынан шығып тұрған киномен жай ғана қарабайыр ортан қолдан келген көлденең көк аттының қолынан шығып тұрған киноны көрермен түсіну керек. Көрермен айдағанға жүріп бара бермеу керек, жеңілге әуестенбеу керек. Көрермен таңдау керек. Сонда ғана біз көрерменнің сұранысы, олар неге кино түсіреді, жеңіл кино түсіреді КВНдер. Өйткені көрермен барады. Көрермен барғаннан кейін, ақшалар ақталып тұрғаннан кейін, олар сол көрерменнің жетегінде кетіп, сонда кино түсіре береді. Ал егер көрермен бір рет барғаннан кейін келесі жолы ондай киноға бармаса, олар түсірмейді. Жоқ, біз мынандай киноны көре алмайды екенбіз. Бізге жеңіл кино керек емес. Бізге мәнді мағыналы кино керек. Бізді тәрбиелейтін кино керек. Бізге ой салатын кино керек. Біздің болашақ ұрпағымызға кәдімгідей әсер беретін кино керек деп көрермен бармай қойса, ешкім түсірмейді. Сөз түзелді, тыңдаушы да түзелу керек. Әрине. Сонда ғана біз түзелеміз. Сонда ғана біз етек жеңіміз жинаймыз. Енді ол пока көрермен барып тұрған кезде олар түсіре береді. Олар ойлайды, міне біз кереметпіз, біз шедевр жасап жатырмыз, қалғандардың барлығы олардікі дұрыс емес, біз генийміз, міне көрермен бізге келіп жатыр, салған ақшамызды ақтап жатыр, көрсеткен киномызға халық күліп жатыр дейді. Ал онда жеңіл күліс деген, күлкімен халықты көрерменді тәрбиелей алмайсың еш уақытта. Күлкімен халықты тоздырасың, аздырасың. Қазақстанның бір азаматы ретінде еліңіз үшін не үшін жаныңыз ауырады? Елім үшін? Мен бейқамдық үшін жаным ауырады. Қазір көп біздің адамдарымызда бір бейқам бар. Маған тимесе болды. Сен маған тимесе болды, басқасында мен шаруам. Өз шаңырағына келіп кірмейінше. Иә. Айтқан ғой, аспаннан тас жауады десе, енді жаусын, енді көрейік деген сияқты. Жауғаннан кейін сол сияқты бізде бір сондай бір бейқамдық бар. Сол бейқамдықтан арылуымыз керек. Біз әр адам өзінің еліне мен не берем деп ойлану керек. Мынау Япония, Жапония елі бізге сол дәлел. Хиросимадан кейінгі үлкен жарылыстан кейін бүкіл халық бірігіп, соншама жылдың ішінде қазір нөмір бірінші экономикасы дамыған мемлекет. Мен Японияда болдым. Оларда сен мен деген жоқ, біз деген ұғым бар. Бір-бір үшін өліп тұрады. Ел үшін еңбек етуге дайын тұрады. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін ертесі күні жұмысқа келіп тұрады екен. Мен жұмысқа ал, мен тегін жұмыс істеймін деп. Міне. Ол не үшін? Ол елге деген махаббат.
елді көтерем деген, елге деген өзінің үлесі. Ал біз отырамыз, қолымыз жаямыз да, ел басына маған бер, алма піс аузыма түсті. Жұмыс істегіміз келмейді, жалқаумыз, бізде жалқаулық бар көбінесе. Жұмыс істеу керек, есіктің алдын сыпырсаң да, еліңе еңбек ет. Соның саған сауабы тиеді. Саған тимесе де сенің балаңа тиеді. Бір талы ағаш отырғыз, соның жемесін сен жемесең де сенің балаң жейді, сенің ұрпағың жейді. Бізде сондай болу керек. Бізде қазір тек қана сол бізге мемлекет беру керек. Мен мысалы театр аштым, кино түсірдім, мемлекеттен бір тиын алған жоқ. Мен өзімнің ақшама түсірдім. Мен сол ақшама үй салуыма болатын еді. Сол ақшама мен қымбат көлік алуыма болатын еді. Сол ақшама мен шетелге барып демалып келуіме болатын еді. Жоқ. Мен бір уақыт келді, мен мемлекетке, еліме бір нәрсе үлесімді, міне оң қолмен алсам, сол қолмен елге беруім керек деп түсіндім да түсірдім. Оның пайдасын ойлаған жоқпын. Егер пайда ойласам, мен комедия түсіретін. Мен драма, кәдімгідей ой салатын, оны өзіңізді көрген шығарсыз бір сен ішінде. Кәдімгі халыққа керек кино түсірдім мен. Жеміс беретін. Ағашқа су құйған пайдалы, бірақ жеміс беретін ағашқа су құйған 10 есе пайдалы. Сол үшін біз мүмкіндігінше жеміс беретін ағашқа су құйып, елім үшін еңбек етуіміз керек. Сонда ғана біз оянамыз. Бізде қазір жалқаулық басым. Ауыл жерге барсаңыз, бәрі таң атады, күн батады, малын шығарып жібереді, таңертең кештен малын қарсы алады. Ал бір диқаншылықпен айналысып, жерге бір дән егіп, үйін дұрыстап, еңбек етіп жатқан адам көрген жоқпын. Мен мысалы өзімнің шаруашылығым бар. Мен ауылда мал таппай отырмын. Ауылда жұмыссыз отырған адам көп. Бірақ мен айлық төлеймін, кел десең бе, мен оған құл боламын ба, соның малын бағам ба деп. Арланады. Сонда не арсыздық ол? Сен еңбек етсең, қазақта мақал бар, есектің бір жерін жусаң да мал тап дейді. Сен отбасың ақша келуің керек. Мен өз басым, мен әлі арланбай, мен айтам, ел білет. Мен Әуезов театрында жұмысымыз бастаған кезде мен Қалқаман деген больницада Алматыда түнде охранник болып істегем. Кештаман спектакльден шығам, 9-да трамваймен барам Қалқаман больницасына. Сол жерде мен түнмен таңғы сағат 7-ге дейін охрана отырдым. Мен солай ақша таптым. Мен жаздың күні осында сіздердің актерларыңыз бар, Әлімхан Мырзахан деген менің досым. Екеуміз бірге арбуз сатып ақша тапқанбыз. Еңбек ет, ең бастысы. Еңбек еткеннен кейін барып, елге айт, мен еңбек еттім деп. Сол үшін біз қазір көбінесе мүмкіндігінше мына уақыт бізге беріліп тұр. Сол үшін біз еңбек етіп қалуымыз керек. Барымызды беруіміз керек. Жалқауланбауымыз керек. Өйткені Алла бізге берді ме қазір? Біз егер соның қадірін білмесек, бізден алып қояды да көршілес басқа мемлекетке береді. Ал бізге аш көзбен қарап, бізді көре алмай, бізді қызғанып, біздің сүрініп кеткенімізді, дау шыққанымызды күтіп отырған қаншама көрші мемлекет бар. Мен шынымен сол біздің елді жамандаған адамдарды сол көрші мемлекеттерге жіберсе деймін, бар көрсін, как они живут там, как бедствуют они. Вот соны көргеннен кейін елін сүйетін болады. Бізде қазір мамыражай кезең, елбасымызға 1000 мәрте алғыс, ұлы патша бізде қазір. Ол патшаны жамандамай, қайта соның жетегіне еруіміз керекпіз. Біреулерге қарап көпірлеп, біреуге қарап шүкіршілік ету керек. Әрине. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, қабылдасақ. Қайырлы күн. Алло. Тікелей эфирдесіз, есіміңіз? Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Жамила болады. Менің тілегім бар еді, студиядағы қонағымызға. Қайталасаңыз. Тыңдап тұрмыз, Біз Қостанай өңіріне келіп жатқан Азамат ағайға қош келдіңіз дейміз. Рахмет. Беріп жатқан сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Өнеріңіз әрқашан өрге жүрсін. Сізді Қара шаңырақ фильміндегі роліңізден өте жақсы танимыз. Рахмет. Өте шоқтығы актер болып саналасыз біз үшін. Рахмет. Отбасыңызда бақытты болыңыз. Бақытты болыңыз, әрқашанда бала шағаңыздың қызын көріңіз. Және осы Қостанай өңіріне жиі келуіңізді өтініш сұраймын. Рахмет. Мен кез келген жұмысымды бастасам, кез келген кином болсын, жаңа туындымды мен Қостанайға келмей кетпеймін. Былтырда мен киномның премьерасын үлкен қалаларда 1-ші Алматы, 2-ші Астана, 3-ші Қостанайға келдім мен. Қостанайдан бастадым. Биылда спектаклімнің премьерасын Алматы, Астана, Қостанайдан бастап жатырмын. Кейін басқа қалаларға барам. Мен үнемі айтып отырмын, Қостанай это моя малая родина деп. Мен бұл жерде ең бірінші тәй басқам. Қостанай мен үшін әрдайым ыстық. Сондықтан мен өзімнің жеріме, өзімнің еліме келіп тұрмын. Сіздерге үлкен рахмет. Қостанайлықтар бір марқайып қалды ау. Иә. Тағы да қоңырау шалған көрермен бар екен, қабылдасақ. Қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз, есіміңіз? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе?
Азамат ініме мына өзімнің де үш азаматтың анасы мына нағыз тілегімді айтып жіберейін деп едім ғой. Нағыз азамат екен өзі. Еліміздің азаматы болсын осындай. Әр уақытта да тек елім үшін деп айтып отырған, елім үшін деп жаңағы өзінің ниетін білдіріп отырған азамат ретінде үлкен рахмет айтамын, алғысымды білдіріп. Тек өнері алда жүрсін, алға жүрсін, әр уақытта осындай азаматтарымыз көбейе берсін деймін. Аумин. Рахмет үлкен, әмин. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Ал енді сіздің барша көрермендерімізге деген тілегіңіз жалпы алдыда халықаралық аналар күні келе жатыр, арулар күні келе жатыр. Сіздің бір ауыз лебізіңізді тыңдасақ. Баршаларыңызды құттықтаймын. Көктемнің алғаш күндері бізге нәзік жанды жартыларымыздың мерекесімен келеді. Ол бір көктемнің келгенін білдіреді. Және де көктем деген ол тірілу деген сөз, жаңару деген сөз, жаңа өмірдің басталуы деген сөз. Сол көктемнің алғаш күндері біздің нәзік жанды жартыларымыздың мерекесі, арулар мерекесі, аналарымыздың, қарындастарымыздың, апаларымыздың мерекесі. Мен жалпы өзімнің атымнан, өзіміздің театр 28-дің атынан мен сіздерді құттықтаймын. Және де осы Қостанай өңіріне 8 наурызға аруларымызға сыйлық ретінде мен күйеуіңізді сатыңызшы Задорновтың комедиясына келіп отырмын. Ертең баршаларыңызды күтемін. Келіңіздер, көріңіздер, тамашалаңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Өтетін орны 4-пен жоқ, филармонияда болады. Облыстық филармонияда. Елубай Өмірзақов атындағы облыстық филармонияда сағат 4-пен 7-де. 7 аралығында қымбатты телекөрерменге келіңіздер. Егер билет қалса, алып келулеріңізге болады. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мен өзім сіздерді өте жақсы көрем. Осындай қашанда жадырап жайнап жүріңіздер, өйткені әлемнің кілті, ол жұмақтың кілті ананың табанының астында дейді. Ана аман болса, менің бар тілегім әлемде, өмірде, елімізде бақытсыз ана болмасын. Бәрекелді. Қоңырау шалған тағы да бір көрермен бар желіде. Сізді көрермендеріміз жібергісі келмей отыр студиядан. Қайырлы күн. Ой, адасып қалдым. Сәлеметсіз бе? Адасып қалдым, тұра тұр. Сіз тікелей эфирдесіз? Алло. Сәлеметсіз бе? Иә. Тыңдап отырмыз. Дауысы кетіп қалды. Естіп тұрмыз, айта беріңіз. Үзіліп кетті деймін. Үзіліп кеткенсің Айла. Рахмет хабарласқаныңызға. Олай болса сізге де осындай тамаша сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Ертеңгі қойылымдардың барлығында сәттілік тілейміз. Көрермен ыстық ілтипатымен сіздерді қуанта берсін. Актер үшін жалпы өнер адам үшін ең үлкен марапат ол қошемет. Елдің қошеметі. Әрине. Елдің қошеметіне бөлене беріңіздер. Рахмет. Рахмет сізге. Рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Ардақты телекөрермендер, бірер сәттен кейін әуен тап байқауын ашық деп жариялайтын боламыз. Бізбен бір болыңыздар. Көз жасым жаңбыр кетерміз мүмкін тоғыспай тағдыр мен сезінген тәтті мұңмен тылсым көп сен бақытты болсын деп
шырқалады әлі. Түнім ай кезбе, жаным кемеде, сені қай кезде сүйдім о неге. Менің жаным сағыныштан күрсінбе, тек сен аман жүрсін де. Саған ғана жаным. Ардақты телекөрермендер, Тілектайым бағдарламасы тікелей эфирде әуен тап байқауын ашық деп жариялаймыз. Хабарласыңыздар, атсалысыңыздар, және де бүгін мінекей уақытымыз сәл ғана қалса да жеңімпазды анықтауға бірге тырысып көрейік. Әрине, баршаларыңызға мүмкіндік ұсынамыз. 8-714-2-54-39-04 байланыс желіміз. Хабарласып, өз мүмкіндіктеріңізді уыстарыңыздан шығарып алмаңыздар. Әуен тап байқауы өздеріңізде білесіздер, 3 кезеңнен тұрады. 15 ұяшықтың кез келген үшеуін таңдай аласыздар. 3 ұяшық, 3 жауап, және де жеңімпаз атану мүмкіндігі. Арнайы жүлдені табыстайтын боламыз. Отаутып арқылы барша қазақстандықтарда тамашалап, атсалса алады. Қостанай-тв.kz сайт арқылы онлайн тамашалау мүмкіндігі де бар. Хабарласыңыздар, және де әуен тап байқауының бүгінгі жеңімпазын анықтап көрейік. Ал Тілектайым бағдарламасы арқылы құттықтау лебіздеріңізді ұсынамыз десеңіздер, Әл-Фараби даңғылы 126 біздің мекен жайымыз. Хабарласып, келіп лебіздеріңізді ұсыныңыздар, міндетті түрде өз тыңдарманына жеткізетін боламыз. Әзірге байланыста көрермендеріміз әлі де мінекей шығуға тырысуда. Сонымен әуен тап байқауының алғашқы көрермені. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мен есімім Нұрдәулет, Жаңгелидана Қызбел ауылынан. Қош көрдік, Нұрдәулет. Сонымен 3 кезеңді бағындыруға тиіссіз. Ұяшық таңдайық. Бірінші ұяшық. Сонымен бірінші ұяшық таңдалды, тапсырмасын білейік. Бірінші ұяшықтың тапсырмасын экранға шығарсақ. Қай фильмнің саундтрегі аталынатын ұяшық? Сонымен тыңдап көріңіз, бұл қандай кинофильмнен алынған? Я спросил у ясени, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая. Сонымен жауап. Екінші мүмкіндік бар. Екінші мүмкіндік ары қарай тыңдатуға болады. Сонымен қос бірдей мүмкіндікті қолдануда көрерменіміз. Әйткенмен әзірге біз жауапты ести алған жоқпыз. Осеннюю листву я спросил у осени, где моя любимая.
Сонымен әннің кейіпкері күзден сұраса, біз сізден сұраймыз. Жауап қандай? проливным. Жауап жоқ өкінішке. Жауап жоқ. Олай болса, қоңырау шалғаныңызға алғысымызды білдіреміз, ардақты телекөрермендер. Егер де жоғарыда тыңдаған композиция, саундтрек сізге таныс болса, неліктен өз мүмкіндігіңізді сынап көрмеске. Баршаларыңызда хабарласа аласыздар. 8-714-2-54-39-04 байланыс желіміз. Хабарласамыз, ат салсамыз, баршаларыңызға бірдей мүмкіндік ұсынамыз. Кезекті көрермен, қайырлы күн. Қайырлы күн. Есіміңіз? Есімім Замзагүл, Затабол ауданы. Қалай? Затабол ауданы, Қостанай ауданы. Иә. Қош көрдік, келе жатырған мерекеңізбен құттықтаймыз. Бар Рахмет. жақсылықты тілейміз Тілектайым бағдарламасының ұжымының атынан. Сонымен ұяшық таңдайық. Бірінші ұяшық, сонымен бұл ұяшық қандай кинофильмнің саундтрек аталынатын ұяшық болатындығын тыңдап көріңіз тағы да бір мәрте. Танымал кино туынды. жауап айтуға бола ма? Әрине болады. У ясень, С легким паром. где моя Қабылдайық па? любимая. Иә. Толық атауы қалай кинофильмнің? Ирония судьбы и... Ирония судьбы с легким паром. Қабылданды, экранға назар аударсақ. Я спросил у ясени, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у Бәрекелді. тополя. Иә, Эльдар Рязановтың кинофильмі болатындығы 1975 жылы түсірілген туынды. Қабылданды, дұрыс жауап. Сонымен әрі қарай жалғаймыз. Таңдаңыз. Бесінші. Жеті муза. Сонымен тыңдап көріңіз, бұл қандай ән болуы ықтимал? Бұл қандай ән? Сонымен, жауап. Екінші мүмкіндік. Екінші мүмкіндік басынан бастап тағы да бір мәрте тыңдатайық. Сонымен қос бірдей мүмкіндік тағы да қолданылуда. Қандай кинофильм болуы? Қандай ән болуы ықтимал? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Олай болса, мыңда бір алғысымызды білдіреміз хабарласқаныңызға, ал біз ардақты телекөрермендер әрі қарай жалғаймыз. 54-39-04 қоңырау шалыңыздар, ат салсыңыздар, бәлкім жеңіске жететін бүгінгі біздің жеңімпазымыз сіз шығарсыз. Оны әрине қоңырау шалғаннан кейін бірге анықтайтын боламыз. 15 ұяшық берілген, сол ұяшықтың бірін кезекті көрерменіміз таңдап көрсін. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Сәлем бердік, есіміңіз? Нұрболат. Нұрболат, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Жангелдин ауданы Қызбел ауылынан. Нұрболат, сіз бұған дейін қоңырау шалған жоқсыз ба? Жоқ. Олай болса, әрі қарай жалғаймыз. Сіз жаңа осының алдында қоңырау шалдыңыз ау? Нұрболат? Мінекей, анықталды. Қымбатты телекөрермендер, бізге телефон нөмірлеріңіз шығып тұрады. Сол себептен де мен қайталап сұрап отырмын, салмақты өздеріңізге саламыз. Әрбір телефон иесі, әрбір көрермен тек қана бір мәрте хабарласа алады. Нұрболаттан кешірім өтінеміз, бұлай қайталанбайды деген сенімдеміз. Кезекті көрерменді қабылдаса, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, есіміңіз? Әсел, Қостанай қаласы. Қош көрдік, ұяшық таңдаңыз. 11. 11. Тапсырмасы. Ән әлем. Әсел, сізді алда келе жатырған мерекеңізбен құттықтаймыз. Рахмет. Бар жақсылықты тілейміз. Сонымен ән әлем ұяшығының тапсырмасын тыңдасақ.
Сонымен жауап. Филипп Киркоровтың орындауы емес па? Филипп Киркоров. Қабылдайық па? Солай деп ойлаймын аха. Қабылданды. Мүмкін өзге жауабыңыз бар шығар. Жоқ, басқа жоқ. Осы жауапқа тоқталамыз ба? Аха. Жақсы. Қабылдадық Әсел. Бұл дұрыс жауап емес. Қайталап сұрағаным да сол еді. Барынша көмектесуге тырыстық, дегенмен де дұрыс жауапты біз ести алған жоқпыз. Ардақты телекөрермендер, Тілектайым бағдарламасы өз шығарылымын әрі қарай жалғайды. Бағдарламамыздың шығарылымының тәмамдауына бірнеше минут уақыт қалды. Хабарласып, сіздер де өз мүмкіндіктеріңізді сынап көріңіздер. Кезекті қоңырау иесі, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, есіміңіз? Саламатсыз ба. Бибігүл. Қай жақтан хабарласып тұрмыз? Саумалкөл, Айыртау ауданы. Саумалкөл. Бұл қай облысқа тиесілі? Түсінбедім. Қай облысқа тиесілі? Солтүстік Қазақстан облысы. Солтүстік Қазақстан облысы байланыста. Олай болса, сізді келе жатырған мерекеңізбен құттықтаймыз және де ұяшық таңдауға шақырамыз. Рахмет. Таңдаңыз. 8. 8-ші ұяшық таңдалды, тапсырмасы. Мен әншімін ұяшығы. Сонымен бұл ұяшықты бағындыру үшін әнді шырқап беруге тиіссіз. Ал қандай ән орындайсыз, оны экранға назар аударып бірге тыңдайық. Аңсаған бақытым сияқтанып, ай туып келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Бәрекелді, Шәмші Қалдаяқовтың әні Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған «Кешікпей келем деп ең». Әйгерім Қалаубаеваның орындауында тыңдадық, ал енді сіздің орындауыңызда да кавер нұсқасын тыңдап көрсек. Жақсы. Экранға караоке нұсқасын шығарайық, сәттілік тілеймін. Сөзі жоқ қой, мен көрінбей тұрсын. Келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Бәрекелді, жақсы, осы жерден доғарсақ та болады. Бұл орындау өкінішке орай қанағаттандырған жоқ. Қуана-қуана кезекті кезеңге жолдаманы ұсынар едім. Дегенмен де көрермен де бақылап отыр, бағалап отыр. Сізге хабарласқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қымбатты телекөрермендер, Тілектайым бағдарламасы бүгінгі шығарылымын осымен тәмамдайды. Алдағы күндері жүздесетін боламыз. Әр күні 12 мен 1-дің аралығында дүйсенбі мен жұманың арасында Тілектайым сіздермен бірге.